Салем достар, бүгін сіздермен сүйектерімізге өте пайдалы кальцийның көзі болған дәл осындай холодец дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен сіздерге қалай түсін әдемі етіп шығарудың жолын айтатын боламын. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться түймешесін басып тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен бізге дәл осындай сиырдың аяғы қажет болады. Барлық жерін тап-таза етіп жуып алуымыз қажет. Ешқандай да күйген, ештеңе қалу керек емес. Жуып тазалап алған аяқтарымызды үлкендеу ыдысқа саламыз. Мен манды қасқанның кастрюлін қолданатын боламын. Және бізге дәл осындай ет қажет болады. Етті біз дәл қазір салмаймыз, суын толтырып қойып, газға қоямыз. Біздің тұяқтарымыз бір рет қайнап шыққаннан кейін, тұяқтарымызды бос ыдысқа аламыз және суын төгіп тастаймыз. Дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің холодецтеріңізден жағымсыз иіс келмейтін болады. Ал енді жаңағы тұяқтарымызды кастрюлемізге салып, қайнап тұрған суды толтырып құятын боламыз. Және еттерімізді саламыз. Дәміне қарай лаурелист, қара бұрыш және тұздарымызды салып қайнататын боламыз. Мен кешкісін суға салып қойдым, таңға дейін жай төмен отта пісетін болады. Бетіндегі дәл осындай қайнап шыққан кездегі көбіктерін алып отырамыз. Ал менде таңға дейін тұрды, дәл осындай суы азайды. Мен тағы бір рет 1,5 литр қайнап тұрған суды құйып алдым. Тағы да жақсы пісу үшін. Негізі біз холодецті 1 сутка қайнатсақ, сол кезде өте дәмді болып шығады және тұяқтарымызды әдемі піседі. Мен еттерді алып қойып, тағы да су құйып қайнататын боламын. Және дәл осындай 2 сарымсақты салып жіберемін. Менде толығымен 1 сутка қайнап шықты. Енді дәл осылай еттері мен сүйектері ажыралып шығады. Барлығын ыдысқа алып қоямын. Пісіп шыққан тұяқтарымызды толығымен суытып алғаннан кейін сүйектері мен еттерін ажыратып алатын боламыз. Барлығын жақсылап ажыратып алғаннан кейін ұсақтап турайтын боламыз. Бұл холодецтің адам ағзасына пайдасы өте зор. Әсіресе қыстың күнінде жесеңіздер, сүйектеріңізді майлайды және әртүрлі витаминдер болғандықтан ішінде сіздің иммунитетіңізді көтеретін болады. Сондықтан да холодецті көптеу жасағандарыңыз дұрыс және балаларға да жегізген жақсы. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп турап алдық. Ал енді етімізді теңнен 2-ге бөліп турамаймыз, қолымызбен дәл осылай ажыратып алатын боламыз. Барлығын ажыратып алғаннан кейін ортақ ыдысымызға саламыз. Бізге алдын ала пісірілген дәл осындай сәбіз бен жұмыртқа қажет болады. Және сарымсақ, горох, дәл осындай насаткалар қажет болады. Мен осылай пиалаға қатыратын боламын. Сәбіздерімізді дәл осылай жұқалау етіп кесіп аламыз. Және насаткамен формаларға келтіріп аламыз. Сіздерде насатка жоқ болса, сіздер қалағаныңызша әсемдей аласыздар. Сәбіздерді дайындап алдық. Ал енді дәл осы видеода көрсетілгендей пиаламызға жайғастырамыз. Және дәл осындай кинзалар қолданатын боламын. Кинзаларымызды да әдемілеп жайғастырып аламыз. Сарымсақтарымызды да жұқалау жалпақтау етіп турап, насаткамен ойып аламын. Және дәл осындай әсемдеп алатын боламын. Дайындап алған сарымсақтарды да пиаламызға саламыз. Жұмыртқамызды тең 4 бөлікке бөліп аламыз. Және бір бөлігін пиалаға саламыз. Горохтарымызды саламыз және аскөгімізді саламыз. Достар, менің каналымда бұдан бөлек торттар, десерттер, салаттар, ыстық тағамдардың рецептерін таба аласыздар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецептер.
Сиырдың етін жақсылап жайғастырып алғаннан кейін жаңағы сүйектен ажыратып алған еттерімізді салатын боламыз. Дәл осылай дайындап алдық. Біздің бір тұяғымыздан 12 пиалада холодец шығатын болады. Барлығын суын құйып алғаннан кейін толығымен суығанға дейін мұздатқышқа жіберетін боламыз. Біздің холодецтеріміз суып шықты. Бетіндегі майлары дәл осылай қатып тұрады. Қасықпен тазалап алып тастаймыз. Енді дайындап алған холодецтерімізді төңкеріп ыдыстарымызға саламыз. Өте әдемі болып шығады және дәмдері де ерекше болады. Ешқандай жағымсыз иісі болмайды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер және түстері дәл осындай прозрачный болу үшін өте жай отта қайнатқандарыңыз дұрыс, қатты қайнап кетпесін. Сіздерге видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі видеоларға дейін сау сәлеметте болыңыздар.